Сәлем достар, әдемі гүлдеріме біраз шолу жасап өтейін. Бірінші тұрған менде малачай, бірақ жапырағынан әкеп отырғызып едім. 2 жылда осылай болып көтерілді. Екінші бізде антуриум великан, спацифилум әйел бақыты гүлі, мұнауда антуриум великан, спацифилум және замиакулька столлар ағашы гүлі. Жалпы гүлді бір жапырағынан еккенді өзім баптап өсіргенді қатты ұнатамын. Мынау менде тещин язык, тоже 2 жылда осылай болды, бір жапырақтан өскені. Хамидария, герань, замиакулька. Мына 2 спацифилумды кішкентай кезінен мені тамырландырып атроскадан өсіріп жатырмын. Спацифилум гигант, мынау циндапсус. Келесі тұрған бізде стефаночис, мадагаскарский жасмин дейміз. Енді бұның гүлдерінің иісі керемет тамаша болады. Бүкіл бөлменің иісін алып кетеді ғой. Мынау бізде сансеверия, хлорофитум, пилея, декабрис, дикакактус дейді. Міне менде әдемі болып гүлдеп тұр. Декабрис гүлі таразы белгісі бойынша бөлме гүлдерінің талисманы екен қыздар. Мынау глаксиния, өте бір әдемі колокольчик, фиолетовый колокольчик шығады. Келесі менің әдемі гүлдерім орхидея. Өткенде ғана мына гүлдің балаларын анасынан ажыратқан едім. Енді биылға гүлдеу керек. Фаленопсис әртүрлі. Біреуі ақ, розовый, қызыл. Мынау өте қызыл. Несі биылға әлі гүлдемеді. Мынау китайский денежный гүл екен, пепероми. Батумидан алып келдім. Қасындағысы селагинелла. Ендігі менің әдемі гүлімнің біреуі малачай милия. Сап-сары гүлдерімен тоже кішкентай отростықпен әкеп отырғызғанмын. 2 рет гүлдеді. Мынау қызыл гүлімен малачай милия. Мынау кислица жасыл түрі және бардо қызыл түрі. Кислица, бабочка дейді көбіне. Жалпы мен өзі жапырақ кішкентай отростығынан бастап өсіргенді жақсы көремін. Міне соған бір дәлел болатындай, мына бір жапырақты гүл сататын магазинде аралап жүріп, аяғым астында жатқан көтеріп үйге алып кеп, горшокқа топырақ салып, осылай бетіне қоя салғанмын. 1,5 ай дегенде тамырланып, міне әдемі болып өнім берейін деп тұр. Бұл гүлдің аты бегония фиста. Алдағы уақытта әдемі видеолар түсіретін боламын. Мынау менде красула неолигана, өзінше бір әдемі гүл тізіп қойған моншақтай. Көрдіңіз бе? Әдемі, әдемі. Ендігі бізде пепероми. Одан кейін мына гүлдерді тоже сүйегінен отырғызған апельсин, лимондар, отросткалар. Ендігі менде фитония, бір жапырағынан әкеп отырғызып едім. Аллаға шүкір әдемі өсіп келе жатыр. Құрметті достар, келесі видео түсіргенге қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Пайдалы ақпараттарымды жіберіп алмас үшін тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.